Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерге өте әдемі және дәмді сүзбелі чизкейк даярлап көрсетемін. Бисмиллах деп ең алдымен бір шай қасық ас содасын 300 грамм ұнымызды елегіштен өткіземіз. Салқын сары май немесе маргаринді 70 грамм ұнымызбен бірге өгеміз. Езіп. Татуына қарай қант салсаңыздар болады. Мен бір ас қасық қант салдым, бір шымшым тұз және бір жұмыртқа 100 мл бөлме температурасындағы сүтімізбен қамырымызды илейміз. Бұдан басқа артық еш нәрсе салмаймыз. Қамырымыз тастай емес, жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу керек. Міне біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Сүзбелі чизкейктің салмасы дайын болғанша қамырды тоңазытқышқа салып қоямыз. Мұнда мен 390 грамм ақ ірімшік, кішкене ас көк қосылынған. Соны пайдаланамын. Ас көк салу міндетті емес. 100 мл сүт, 2 жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 2 ас қасық қант саламыз. Татуына қарай қанттың мөлшерін көбейтсеңіз болады. Бір жұмыртқаны салып барлығын араластырамыз. Кейін екінші жұмыртқаны жарып саламыз да тағы бір келкетіп араластырамыз. 2 ас қасық жүгерінің крахмалын саламыз. Егер ақ ірімшік бір келкі болсын десеңіз, блендердің көмегімен араластырсаңыздар да болады, немесе миксердің. Мен енді қолымдағы картоп есетін езгішпен барынша бір келкі етіп езіп алдым да екіге бөлдім, теңдей етіп. Екінші бөлігін 2 ас қасық какао және 1 ас қасық сүт құямын да қою болып кетпес үшін араластырып, кондитерлік пакетке немесе жай салафан пакетке саламыз. Салманы 2 салафан пакетке салып, құйып дайындап алдық. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, формамызға бір келкі етіп, қалың емес, шамамен қалыңдығы 4-5 мм-дей етіп, созып жайып аламыз. Артық тұстарын жетпей тұрған тұсына үзіп жабыстырамыз. Қамырымызды бір келкі етіп, ішіне жайып алған соң, ақ ірімшігімізді мұнда мен көрсеткендей етіп құйып аласыздар. Немесе өзіңіз қалауыңыз бойынша сүзбелі чизкейкті әрлесеңіз болады салмаларымен. Енді шоколадты какао қосылған ақ ірімшікті кезек-кезегімен әдемілеп сығып құйып аласыздар. Бұл сүзбелі чизкейктің ішкі жағында зебра пирогы тәрізді әсем өрнек шығатын болады дайын болған соң. Барлық салмасын салып алған соң қаттырақ жақсылап тұрып сүлкілейміз де сағат тілімен оңнан солға қарай бірнеше мәрте айналдырамыз. Астындағы қалып кеткен ауаны толықтай шығу үшін. Енді суши ағашының көмегін немесе кез келген үйде бар нәрсемен үшкір пирогымызға әсем өрнектер саламыз. Пирогымыздың үстіндегі сүзбесін әдемілеп әрлеп алған соң, алдын ала қысып тұрған 180 градустағы пешімізде 35-40 минут пісіріп аласыздар. Шет жақтары қызарған кезде пирогыңыз әзір деген сөз. Пирогты абайлап
формасынан шығарамыз да суытамыз. Суыған пирогымызды, сүзбелі чизкейкті дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді және әдемі өрнегі бар сүзбелі чизкейк қонақтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын. Біздің ас мәзірлер ұнаса, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Лүпілдеріңізді аямаңыздар. Пікірлеріңізді жаза қалдырыңыздар. Астарыңыз мол, адал болсын. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.